Оралда арнаулы орта оқу орындары студенттер арасында облыстық пікірсайыс турнирі өтті. Мақсат қоғамда еңбек адамын дәріптеу, жастарды жұмысшы мамандықтарға тарту және сұранысқа ие кәсіп түрлерін насихаттау. Озық ойлы қыз-жігіттер өз қарарларын дерек-дәйектермен нақтылап, ұтымды ұсыныстарын ортаға салды. Белсенді қыз-жігіттердің қоғамдағы мәселелерге қатысты көзқарасын анықтап, азаматтық ұстанымын қалыптастыру қашанда маңызды. Турнирдің де мақсаты осы. Озық ойлы студенттер түрлі тақырыптарды талқыға салды. Осы жұмысшы мамандығының елімізде экономикамызда орны, қандай жұмысшы мамандықтарға сұраныс бар, оның маңыздылығы және болашақта осы жаңағы жұмысшы мамандықтарын қай бағытта әзірлеу керек, оларға жастарды қалай шақыру керек, халық арасында қандай үгіт насихат жұмыстарын жүргізу керек деген тақырыптарда пікірсайыс болады. Дебат американдық парламент форматында өтті. Орал қаласы мен өңір аудандарынан жиналған 16 арнаулы оқу орнының студенттері жеребе тартып, топ-топқа бөлінді. Өзара мықтыларды анықтады. Қазіргі таңдағы жастардың ойы ашық, өйткені олар қандай мамандықта қалай түсуге болады, оқығаннан кейін, мысалы, бұрынғы адамдардың барлығы тек мамандыққа грант үшін барлығы түсіп алатын еді. Ал қазіргі жастар прям оны зерттеп, жаңа профориентологтармен жұмыстанып, бітіргеннен кейін қандай салада қалай жұмыс жасауға болады, жаңа өзінің отбасын асырай алам ба, дальнейшем ол салада өзін көре алама деген сияқты бағыттарда жақсы ізденіп зерттейді, өз ойын ашық айтады, сұраныстар өте жақсы деп ойлаймын. Қатысушылар таңдалған қарарды дерек-дәйектермен қорытты, қарсыласын қапы қалдырар мысалдар келтірді. Турнирде топ жаруға келгендердің бірі Алина Жұмағазы. Бұрымды жұмысшы мамандықтарды ұлықтап, жаңа деңгейде дәріптеу қажеттігін айтады. Трендке айналдыру, TikTok, YouTube, Telegram арналарында, Facebook арналарында белгілі бір ойындар, яғни реалити шоулар ұйымдастыруды ұсынғымыз келеді. Және де WordStar, яғни жұлдыз ету мақсатымыз. Әншілер, кинода актерлар арқылы сол сияқты олардың да беделін көтеріп, кім екенін танып жүруіміз керек. Сол себепті бұлар жай ғана жұмысшы ретінде емес, яғни оларда белгілі бір лауазым алатын, орын алатын, ұстаз сияқты призвание алатындай болу керек деп есептейміз. Дебат соңында қатысушылар түрлі аталымдар бойынша марапатталды. Жеңімпаздар мен жүлдегерлер диплом мен кубоктерге ие болды. Ернұр Алтынбек Майкенов, Саид Самиғолла, Ақжайық ақпарат.